Жақсы оқу үшін асыл суыныш. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сіздермен бірге Жұлдыз Бақытбекқызы. Бүгін біз сіздермен амоним және көп мағыналы сөздер туралы, сонымен қатар төрт түлік мал туралы сөйлесетін боламыз. Және де кітаптағы тапсырмаларыңызды бірге орындаймыз. Сонымен оқушылар, көп мағыналы сөздер дегеніміз не? Көп мағыналы сөздер дегеніміз сөздің екі немесе одан да көп мағынаға ие болуын көп мағыналы сөздер дейміз. Көп мағыналы сөздер бір сөз табынан болады және әртүрлі мағына береді. Мысалы, бас деген сөзді алатын болсақ, бас ол зат есім. Бас адамның, хайуанның немесе жәндіктің дене мүшесі. Екінші, шөптің, ағаштың ең жоғарғы жағы. Сонымен қатар таудың ең үсті төбесі, ал өзеннің басталатын жерін айтамыз. Таяқтың ұшы. Сонымен бір нәрсенің айналасы. Яғни бас деген бір сөз, бірақ бірнеше мағына беріп тұр. Ал бас деген сөздің өзі бір ғана сөз табы, яғни зат есімнен болып тұр. Ал оқушылар, амоним дегеніміз не? Амоним дегеніміз дыбысталуы бірдей, бірақ мағыналары басқа сөздерді амоним деп айтамыз. Мысалы, қара шаш. Қара шаш десек, заттың сынын білдіріп тұр. Шаштың түсі қара екенін білдіріп тұр. Ал егер тақтаға қара десек, онда әрекетті білдіріп тұр. Яғни қара деп бірдей жазылады, бірақ мағыналары басқа және әртүрлі сөз табына жатады. Бірінде сын есім болса, екіншісінде етістік болып тұр екен. Сонымен оқушылар, амоним және көп мағыналы сөздер дегеніміз не екені сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Олай болса, кітабымыздағы келесі тапсырманы бірге орындап көрейік. Кітаптарыңызда 4-ші тапсырма. Қала. Қала деген сөз амоним. Мысалы, мен қалада тұрамын, үйдің іргетасы қаланды. Бірде зат есім, бірде етістік болып тұр. Түс. Қызыл түс, аттан түс. Түс дегенімізде бізде амоним болып тұр. Көз. Көз сөзі көп мағыналы. Мысалы, жұмыстың көзі, адамның көзі дейміз. Келесі сөзіміз илеу. Илеу бізде амоним. Мысалы, құмырсқаның илеуі және қамыр илеу. Мына жерде зат есім болып тұрса, біреуінде етістік. Қанат. Қанат, 6 қанатты үй деп айтамыз, құстың қанаты деп айтамыз. Қанат бізде көп мағыналы сөздерге жатады. Құлақ. Құлақ та бізде көп мағыналы сөздерге жатады. Адамның құлағы, қазанның құлағы деп айтып жатамыз. Енді келесі тапсырмамыз төрттілік малға байланысты. 11-ші тапсырма кітаптарыңызда. Жабағы. Жабағы деген 5-6 айлық ересек құлын. Ал құнан 3 жасар жылқы. Тайлақ 1 жастан асып 2 жасқа толмаған түйені айтады екенбіз. Бағлан дегеніміз семіз марқа, ал тоқты жасы 6 айдан асқан қозыны айтамыз. Сонымен оқушылар, бүгін біз сіздермен көп мағыналы және амоним сөздер туралы сөйлестік. Тағы да сіздермен бірге кітаптағы тапсырмаларды бірге орындадық. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Мидың белсенді жұмысы үшін күніне 1,5 литр су ішу керек. Жақсы оқу үшін асыл суыныш.